Баршаңызға сәлем. Менің есімім Бақыт Жұмахметқызы. Сана орталығының спикері әрі тренермін. Біздің алдыңғы пайдалы видеомыз, яғни тойда сөз сөйлеу мәнері атты видеоға қалдырған пікірлеріңізді оқыдық. Кері байланыс білдіргендеріңізге үлкен рахмет, алғыс білдіреміз. Соның ішінде сіздердің бірнеше пікірлеріңізді, наразылықтарыңызды оқыдық. Соған жауап ретінде айта кетейік. Яғни кейбіреулеріңіз айтасыздар, тойда сөз сөйлеу ол жүректен шығу керек, жаттанды болмау керек деп айтасыз. Біз келісеміз, тойда сөз сөйлеу ол жүректен шығу керек. Жүректен шыққан сөз ғана жүрекке жетеді. Алайда келісіңіз, адамдардың барлығы бірдей емес. Мүмкін сізге тойда сөз сөйлеу ешқандай қиындық тудырмауы мүмкін. Сіз топтың ортасында жарып тұрып сөз сөйлей алуыңыз мүмкін. Алайда кейбір адамдардың қолынан ол келмеуі мүмкін. Үлкен мәселе болуы мүмкін. Қорқуы, қобалжуы, немесе дайындап келген сөзін ұмытып қалуы мүмкін. Сол жағдайда біздің пайдалы видеоларымыз ол кісілерге үлкен көмек болады. Яғни біз ылғи айтамыз, дайындық ол жеңістің шартысы. Тойға барар алдында өз ойыңызды ақ парақ бетіне түсіріп алып дайындалып барсаңыз, немесе айна алдында тұрып дайындалып барсаңыз, ол сізге үлкен көмек болары сөзсіз. Және де кейбіреулеріңіз өтініш білдірген екенсіздер, қыз ұзатуда, сүндет тойда және де басқа да тойларда айтатын сөзімізді жазып берсеңіздер, немесе соны видеоға түсірсеңіздер деп. Алайда сіз ол тойда әртүрлі рөлда баруыңыз мүмкін. Бір тойда сіз құдағи болуыңыз мүмкін, бір тойда сіз бөле, жеңге, аға деген сияқты әртүрлі рөлда баруыңыз мүмкін. Сол үшін оның барлығын видеоға түсіріп айту мүмкін емес. Алайда біздің берген мысалдарымыз сізге үлкен көмек болуы мүмкін. Бүгін сізге бір мысал келтіре кетейін. Ол аңыз әңгіме арқылы тілек білдіру. Мысалға, сіз сүндет тойға бара жатсаңыз, немесе кішкентай ұл баланың тойына, тілашарына бара жатқан болсаңыз, мына аңыз әңгімені қосып, сөзіңізді айтатын болсаңыз, ол әдемі болады. Баяғыда бір би болған екен. Ол би достарымен жорықтан келе жатқан кезде сұраған екен: "Биеке, үйіңізде ат-ұстар азаматыңыз бар ма?" деп. "Әрине, үйде ат-ұстар азаматым бар" дейді. Сонымен ауылға жақындаған кезде бір жолдасы: "Биеке, ат-ұстар азаматыңыз қане?" дейді. Сол кезде 5 жасар баласы жүгіріп шыққан екен. Сонда барлық достар қарқылдап күліп: "Биеке, ат-ұстар азаматым деп осы 5 жасар баланы айттыңыз ба?" дейді. Сонда айтады: "Әрине" дейді. Қамшысын лақтырып қалып: "Балам, әперші" дейді. Баласы жүгіріп барып қамшысын алып береді. "Мінекей, ат-ұстар азаматым бар деген осы емес па" деген екен. Сіз де осы аңыз әңгімені айта отырып, ат-ұстар азаматыңыз ат жалын тартар жасқа жетіпті. Сізді осы тойларыңызбен құттықтаймыз. Осы азаматтарыңыз сіздердің үкілеген үміттеріңізді ақтасын. Елдің елеулісі, халықтың қалаулысы болатын азамат болсын деп тілек білдірсеңіз, сіздің тілегіңіз өтімді болады. Және де қазақтың мынандай керемет сөзі бар. Бұл әсіресе құдағи болып баратын кісілерге: "Бай мен бай құда болса, арасында жорға жүрер. Кедей мен кедей құда болса, арасында дорба жүрер. Егер де бай мен кедей құда болса, арасында зорға жүрер" дейді. Сіз осы кезде, мінекей бүгін арасында жорға-жорғалаған тойға келіп отырмыз. Керемет той болып жатыр. Алты алаштың басын қосып, дүбірлетіп үлкен аламан беріп, көкпар тартып, жорға-жорғалатқан тойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз тойға ұласын деп сөз сөйлейтін болсаңыз, бұл тосыңыз өтімді болады. Және де тағы да бірі, мысалға айтайық, алтын той, күміс той деген сияқты үлкен бір тойларға келген кезде, сіз ол кісілердің досы болатын болсаңыз, кеше ғана бір қара отау, қараша отау болып құрылған едің деді. Міне бүгін 6 қанатты ақ отау болып, керегелеріңді кеңге жайып, үлкен бір мәуелі бәйтерек болдыңдар деген сияқты сөздерменен тілек білдірсеңіз, сіздің тілегіңіздің жерде қалмасы белгілі. Әрдайым тойға баратын кезде сөздің маржанын, сөздің асылын теріп ізденіп барыңыз. Сол кезде сіздің тосыңыз өтімді болады. Әрдайым торқалы тойға барған кезде асыл сөзді ақ тілектеріңіздің қатары таусылмасын. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.